Қалай видеоролик таралып? Сұрағанға біліп ашасың екенде. Мынау режим көрінді, режим камера тұрсын. Енді высыр деген. Өспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар кім бала күнгі досыңнан. Жан досым, үстем болсын мерейім, әрқашан жеңесіңді көрейім. Сырымызды бітпесін, жарымызды бітпесін, жарымызды бітпесін. Қос бұтағы секілделіп ағаштың, қатар жүріп сырымыздың сан аштық. Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық, адасық та бірге жүріп адастық. Жан досым, үстем болсын мерейім, әрқашан жеңесіңді көрейім. Сырымызды бітпесін, жарымызды бітпесін, жарымызды бітпесін. Бәрекелді, рахат. Қай жылсыз сонда? 96? Өзімізде кездің ғой. Жалғыз жабылып жүрген шығарсың, Солмасын ой, бір көрген жанға орынсың. Өмірде бірақ өзіңе ғана сыңарсың. Солмасын талай, бір көрген жанға орынсың. Өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Сені көрсем де жақсы өзгедесің. Қиналдым соны айта алмай саған сөзбенен. Сен туған-ау ел жұртым неткен бақытты. Өзіңді күнде жүретін көріп көзбенен. Жаным-ау менің жағыма таққан тұмарсың. Жалғанда жалғыз жабылып жүрген шығарсың. Ұмарсың талай бір көрген жанға орынсың. Өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Haydi. Қосып отырlar. Тахаминдерін көрсетті. Şamşı tartasın mı? Şamşı. Махаббат деген қандайды, қорасың көзің талмайды. Аңсаған жанға жете алмай, қаншама гүлдер сарғайды. Ғашықсыз өмір ме, егілме жаным, егілме. Көктегі күнге қол созған, не дерсің мынау, не дерсің мынау.
Ya söz niye bilmiyorduk biz? Bayanan yak tekini. Bu bayanın karşı yoksa o söz. Bayanlar da Ya, bundan kaldı. Bir yazdım. Baslamazsa. Romla takım. Sakal emez. Onu emez. Dostlarım Allah'ın seni Satın Tozolu ansadım davsında Değişik bir kimliğe Kurban verildiğime Tozolu ansadım davsında Değişik bir kimliğe Kurban verildiğime Köşede Ben tağda bir narseyi koyup oldum. Ben öz-özüme sap koygan bir kezirdi. Mына операторды өзін түсіру мынандай екен ғой иә. Қазақстан облысынан өзім Сасынада 2011 жылдан осы жерде тұрамын. Студент болып кеттіңіз сонда? Ау, Студент болып келдің ба? студент болып келдім. Ең біріншіден Қарағандыда түскем. Қарағанды медициналық университетке сосын Астана медицина университетке ауыстым екінші курста. Содан кейін осы жылда Жандоспен екеуміз таныстық Рамадан Плазада врач болып істегенбіз. Сол жерде шетелден келіп жатқан науқастарды қабылдап, соларды емдеп, коронавирустан емес, басқа аурудан, өйткені оларда коронавирус болмаған ғой. Өз аурулары болған, сахарный диабет сияқты, басқа. Сол Жандоспен екеуміз осы Лесная Полянадағы бір мектепті бітірдік. Осы жерде 8 жыл бойы Түскен жоқ, батырды ма? 3 раза троечник, второгодник. Сонда орыс оқыдыңыз еді, орыс классын Орыс оқыдыңыз. қазақ мектеп па? Қазақ мектеп бітірдіңіз ғой? Смешно. Мен 9 класқа келгенде Нет, қазір 7-ші курста оқимын. Интер? Интер. Специализация? Бізде қазір бәріміз ВОП специализация. Куда дальше? Психиатрия. Психиатрия? Кім рахат маған напоминает ана сериал. Корейский доктор. Жоқ, корейский сериал емес. Корейский екен. Психиатр, кім ана Ганнибал Лектор. Исатам. Смотрел? Адам дейтін ба? Да. Исатам. Ну,
людоед екенін сол ганнибал десе людоед мен айналысқан адам сияқты. Но сериал оған байланысты емес. То, что жаңағы, да, в моменте көрсетті, то, что там человек, а он то, что лучший психиатр. Понимаешь? Психологический триллер, да, на кино? Оно сондай психиатр, который Внушать этчиле ма? не то, что внушение получается. Мен деген жаңағы врачтарым бар ма, басқасы бар ма, ему к нему обращаются, и он как бы, да, свой офис там сидит и беседа жүргізеді, и узнает там внутренний адамды іштей таниды. Психология жазу. Мен жаңағы Зигмунд Фрейдтің кітабын оқыдым, жаңағы психоанализ деген. Ол айтады да, психоанализ это, да, сол, это неизведанная часть науки. Это не то, что мы привыкли жаңағыдай видеть. Так, мынау, там, пневмония, бұған антибиотик, тас, результат. Психиатрия это вообще басқа. Адам Оның дофамині бөлек дейді ғой. да, ол. Сен жапақпен түсіндір жаңағы дофамин деген сен жапақпен түсіндір. Әрине, сендер мамансыңдар, сендерге түсінікті әрбір сөз. Ал басқа жұртқа түсінікті емес қой. Неге түсінікті болу керек? Өйткені біз бір бөлшекпіз бәріміз. Біз қалап тұрмыз. Біздің қалағанымыз сол. Елдің сау болғанын қалайсыңдар. Сау болған қалу үшін Ішінде болады, да, ішінде болады. Все вместе. мен айтайын дегенім, анау жаңа сен кино тұрып жатқанда менің ойыма бір нәрсе келді. Әрбір сөз бізге бірдеңе алып келді ойымызға, ше? Әрбір сөз бізге бір картина алып келді басымызға. Сагара дәрігер деген бір киноны көрдім мен. Сериал тоже. Көрдіңдер ма? Ничего. Корейский. Корейский, японский. Что? Короче, ана дәрігер, ол не то что дәрігер, ол еще, мен айтам, медиатор бол деймін. Любой ауруыңды, оған дәрімен жазып жатқан жоқ, психологиямен жазып жатыр. Бірақ дәрісіне керек. Бірден зерттеп кетеді. Алай қайда? Кеткен айыстау келеді. Ауру содан өтсін. Бәрін дәріс жүріп жаңағы. O dopamin lazım. Мен вообще психиатр. İçinde bir neyse var orada. Öz nauki ма? Görüyor musun? Keşke. Именно судималармен жұмыс жасайды. Бір историяларды настолько жаңағы адамның анау өтірік соғатын, соқпайтын получается, да, не то, что датчик, қалай деші детектор, ондайсыз. Чисто өзім жаңағы психиатрический нелермен трюк тимайға қалай метод там Патрик Джейн сияқты сұрақ болды ғой сұрақпен. Сұраққа жауап алады. Сұрақ қойды ана өзгереді. Мынау эмоция өзгереді. иә, и соны көріп тұрады Оқиды. көз арқылы. Adam bir kere okuyun dese ya. Көзіне қарайды. Көзіне. Кейбір мен собеседниктерім мысалы сөйлесіп отырасың, даже элементарно жаңағы қыздармен там туда-сюда сразу көріп отырасың. Қандай движение жасадың? Мен әңгімелескен кезде всегда стараюсь слушать. Тыңдап отырмын. Енді сіздер білгеннен кейін мен просто шайып отырмын ғой. Ананы айтып, мынаны айтып. Иә. Егер білмейтін адам болса, мен былай тыңдап отырамын, қарап отырамын, қалай. Элементарно позиция пол, мынау. Да, или мынау. Да, получается, или мынау. Міне, қазір осы жерде бір мысал келтірейін. Mınao ne mınao? Не істеп отырмын, бір нәрсені ойлап отыр. Ол адам ол сен айтқан нәрсені тыңдап отырған жоқ. Вид жасап отыр, тыңдап отырған сияқты. Бірақ ішіне басқа нәрсе ойлайды, анау кредит қалай жабу керек. Бүгін просрочка болады это. План деп қойды. Иә. Қазір Нұрекенің тізесін қойып алып, былай расслабленный состояниеда отырып, ой, мына тамақ керемет болып отыр. Иә, тамаша болып отыр. Жеп алып. Аяқ кішкене не себебі жылын Мысалы сіз наклонмен отырсыз, заинтересованы в беседе. Медитарға тоже наклонмен отырды, Индира ханым. Болды, все, той Наклонмен отырды. Язык тело дейді орыстар. Да, сразу бахать. Мынаның бәрі әріп екен ғой, тұрған тұрысымыз бәрі әріп. Kod dese. Kod dese. Рахатқа тіреген. Rahat aç. Nanem қалай отыр? Наверное, тоже наклонмен отырып. Келінске отыр ғой. Принужденный наклон. Может тыңдау керек, а может Annem otur. Рахат, спасибо, что ты
Я рад, что вот есть такой товарищ, этим можно гордиться. Бірінші курсқа түскен кезде бәрі брат еді ана жақта. 700 адам бар ма, бәрі таниды бір-бірін. Брат. Ау, салам алейкум. Бір группа ауыстырып уже басқа группа түсесің ғой, екінші курста уже шетіне бастаған адамдар сразу 700 адам болды ма, 350, Қалай болды? 30-дан мысалы қазір 3-4 ғана. Колледж сонда. Қалып кетті, сөйлесек уже все стабильно. Бұл да заңдылық өзі. Проект та заңы бірдеме деп айтады. Сол сияқты көрдің бе? Жаңағыдан Круг сужается. заңдылық. Ұлы заңдылық. Излишки нәрсе керек емес Лишний нәрселер жер кетті ғой, кетті иә. уже. Тастап. Самый родной, самый поддержка. Анау бір картинада да айтады ғой. Картинада жоқ. Не жоқ? Артық нәрсе жоқ. Артын мен алып салам уже. Керемет картина. Салғаны Пикассо ма не? Иә. Анау. Артық жоқ. Ай. Болды аға. Не қоя алмайсың қасына Лиза. табасын. Бірақ кеше Не ала алмайсың. кеше ләззат еді негізі Лиза. Иә. Құдағына. Так что рахат сол. Спасибо. Моем нелегком труде. Написал хороший отличный причем. Вчера, конечно, тебе был вечером. Сол. Айтып кететін нәрсе. Любой мамандық. Неважно, врач, дворник. Нужно быть мастером своего дела. Мастером. Лучшим специалистом. Есть простые специалисты, но нужно стараться так, чтобы именно быть лучшим. Лучшим в своем деле. Профессионалом в своем деле. Профессионал. И для этого нужно трудиться. Хорошо? Чтобы кеше айтты ғой, жаңағы 700 баланың ішінде 300 таксист, 200 там официант, там 150 непонятно, который елуі, сол жағада мысалы. Иә, медицина. Айтқан жоқ, мен санитарлық қиналып жүрмін, там туда-сюда жұмыс жасадым. Біреулер, например, оқуға акцент жасады. Мақсат қойған адамдар ғой 50. 50 сол 50. Не үшін айтамыз, врач жетіспейді. Миллион шығады. Бір медакадемияның өзінен почти 1000 адам шығады. Бір жылда. Астананың өзінен. Бұлай қарасаң бүкіл Қазақстан врач қой уже. Но именно жұмыс жасайтын сол 50 ғана. Бұның ішінен 50 ғана. Өзінің мамандығымен, өзінің несімен. Қалғандар кетеді. Bir шаруа, бизнес, біреу жаңағы. Ауылға кетеді, ауылда врач болып жүреді бір кезде қарасаң, фермер болып кеткен анау уже. Қай батыста айран. А так былай жай хобби. Не, что соның бірі болмады. Дұрыс айтасың, бұл жерде. До конца. Негізі бар ғой, адам баласы қайсы ауылда болсын, 10 жыл істесе, басқа профессия еш уақытта ауыспайды. 10 жыл тек қана сол жерде істесең, мықты сен ас боласың. Конечно, сен год сен уже сол профессияны шықпайсың. 10 жылдың ішінде бір рет мысалы мен маған бердім, 10 жыл мен болды басқа жұмыс істей алмаймын мысалы. Мен істейтін шығармын мысалы, домбырататын, музыкант болып немесе жаңа ол енді мұғалім келетін мәселелер ғой, ол а бірақ мен врач бола алмаймын. Врач деген ол басқа. Мен милиция бола алмаймын, олардың психологиясы басқа. Мен прокурор бола алмаймын, олардың психологиясы басқа. Прокурор немесе милицияны әкеліп осы жерде сөйлесе, ауыздарымызды ашып отырамыз, біз сөйлей алмаймыз олардың несіне, қосыла алмаймыз. Мысалы, медицинада сол сияқты бізде қосыла алмаймыз. Бізді қосатын тек қана ортақ тіл, жалпақ тіл. Сол жалпақ тілмен түсіндіріп отқан бізге қызық та. Кейбір болады бізде көршілеріміз, прокурор, милиция, солардың сөзін тыңдасам, басқаша бір әлемдегі тұрасың. Уже уголовный кодекс. Увольняется, артық айтсам сот болып кетіп жүрген. Артық айтып, артық сөйлеп, WhatsApp-пен бір бөле жазып жүрмеді, қорғасын да. Енді, біз қарнымызға шықпасынан тұрып, тамақ ішпесек, миымыз сөзге қарны ашады, естігісі келіп тұр. Программа ол. Бұл программа тамағы миымыздың. Әрбір сөз программа. Іздейіп жүреді. А біреулер соның ең әдемісін естейді сөздің, а біреулер болса, не ез болса соны естейді. Смута деген осы. Лишний сөз, лишний нәрсе.
Енді рахат тосайсың. рахат тосайсың айсың. Екі жаста Өлеңді айып тастап. Kas. Ya bak yüzünde bir kamera çözmüş. Uy sarız. Al. Ал енді көрермен біз бәріміз қаласақ та қаламасақ та ходячий жүріп передвижной дейміз ғой, недвижимость болмаса движимый имущество, недвижимый имущество дейміз ғой. Біз движимый телестанция сияқтымыз. А біз не эфир өндіреміз. Эфиріміз біздің ойларымыз бен сөйлеген сөзіміз қаншалықты кетіп жатқан. Сондықтан да оны түсінген мінекей осындай қазақтар бар. Мен қуаныштымын. Және мынау рахат деген бауырымыздың ерекше жаңағыдай сирек кездесетін мамандықтар ғой. Бұндай мамандықтарды енді жоқ деп айта алмаймыз. Бірақ соны зерттеп, соны оқып жүргеніне мен де алғысым айтамын. Жалғасты риза болып жатырмын. Ой, мұндан бір деймін. Психиатрияға барам деген асыл. Сол енді мінекей рахат деген бауырымыз қазақтың бір осындай бір психиатры. Бұл психолог емес, психиатр деген бөлек ол. Психиатр деген бөлек, психолог бөлек. Тілек айтамын деп отыр. Медицинада жүрмеген адамдар постоянно психолог деп атайды ғой. Сен болашақ психологсың ғой, мынаны айтшы. Сразу оскорбляться етемін да. Соны постоянно делать. Психолог. Еще медсестра деген сияқты. Тамада деген ғой. Құрмет медбикелер кейбір. Олардың бәрі не гидстің басқаратын адамдар ғой. Емделушілері. Төрт отделение заведующий. Әрші тұр женский. Мафия болды ше? Төртеуі де кафедраның мұғалімдері. Қай кафедра? Инфекционный. Инфекционный кафедра. Орыс именно кімді кім біледі, орыс группалары береді. Орыс кісі ол вообще негізінде невропатолог. Жоқ. Мен мысалы заурышкада өтті, инфекционист болды там. Қай взрослый Ол инфекционист. ассистенттер ғой. Бәсе ассистенттер ше. Медиатр. Сол менің заведующий. Заведующий басқа кісі Шолпан Нұрғазиевна мүмкін танисыз. Пыжанова. Приемниктердегі ана орыс қатынды, который постоянно инфекционныйда қабылданатын. Больница ғой? Я больница. Кафедра бөлек. Жоқ, кафедра тоже ана несі, кабинеттер сол жақта базируется. Иә. Просто сабақ өткені сол жақта. Заведующий другая кафедра. А мен этот сокурснигім қайда кетті? Абсолютно. Ол кісінің шақырды, ұмытып кеттім. Қайда жүр? Жұмыстан бері? Ол кісі қазір тут дистанцияда. Сіз жатыр ғой? Шақырды, ұмытып кеттім ол кісіні. Заведующий. Заведующий болды негізінде. Заметить не етін, уақытша заведующий болатын. А бұрын бар еді? Тоже сокурсниктер. Исаков Аброн Мұхамеджанович, ол кісі қазір резидентура қосты, Кардиологиясында. кардиологияда емес. Кардиология. Лучевая диагностика қосты. Лучевая. Потому что қай бір жылдары, қай бір жыл емес, мен бітірген жылы, именно кардиохирургияда грант бөлінді тоже. Мен не важно қанша бөлінсе де. Но кім главный врач болып айтқан кезде Юрий деген кісі бар ғой, кореец. Қанша адамдар келді ғой, жігіттер, қыздар, которые тоже хирургический келді. Біреуін өткізген жоқ. Уақытты қарап қойыңдар, уақытты. Сағат 3. Не үшін өткізеді? Жинап алдым күш. Никто из вас не достоин деді. Именно мен сокурсник, который бітірді, именно тапсырғанда. Единственное бір бала болды, Архат дейтін жігіт, Алматының баласы. Ол фанат еді. Фанат. Именно хирургия бойынша фанат еді. Уже студент жылдары мен жаңа жүрмін, уже 3-ші курс, 4-ші курс, мысалы интубиотик практически болып жүрсек, ол жаңадан оперировать етіп жүрді, ассистировать етіп жүрді, шоқтарын көріп жүрді. Айырып жүрді хирургияны. Сол жігіт жақсы специалист. Соған ғана ұсынды, айтты, есен қойшы деп. Жалғас. Рахатқа сөз берейік. Ол жігітті танымады, ол жігіт Астананікі емес, Алматыға кетті. Я сол жақта, Сызғановта. Енді бұл тарихи әңгімелер түсінсеңіздер.
қазақ балаларының керемет мамандарын айтып отыр ғой бұлар қазір. Медицинадан Ертең сол жүреді, мен сенің сондай бір сенің. сондай бір керемет маман болдыры. Тілектерім сол жерде. Ал тілегіңді айт. Өзі сен бәрін түсініп отырсың ғой. Саған ақыл айтудың қажеті жоқ. Мен кеше айтып отырмын, Сухомлинский деген кісінің кім болғанын. Соны айтып кеткенге мына қазақтар бар ғой. Оқытып жүріп жоқ, оқытып жүріп дейді. Бұлардың салт дәстүрінің өзі бұлар оқылды. Салт дәстүр болады дейді. Сол айтпақшы, бірақ енді мынау бізде УЗИ-де бір узкий специализация деген сабақ оқымыз. Өзінің сол сияқты бағыт қой, медицина. Сондықтан да керемет жақсы алдым. Аяғына құдаларға сөз бермейміз ау, мына тұрмын. мына екеуің бар ғой. Мына камера жартысы сендер болдыңдар ғой. Передача жерде түсіріп адам десеңші көрсетіп. Мен мына рахатта тартып алып тұрып қарап отырмын, маған қарап отырмын. Сендер. Мына болмайды екен. Мен нянка болып отырмын. Камерада отырмын. Алтыным ғой менің, алтыным ғой. Басында не істеп отыр? Өзі ғой, дей солай беріп ғой. Ұнап тұр ғой, дофамин көріп отыр ғой, дофамин. Al, давай. Қол жағалата қойып. На самом деле большой плюс, я хоть словами бы собрался, подготовился. Достарыма айтқан тілегім, сендер болашақ дәрігерсіңдер. Екеулерін өзіңізге Басқа кезде болады кинолар, қазір емес. Я знаю, Жандос, что из тебя хороший анестезиолог. Был такой случай, когда в том жилом комплексе, где мы жили, возле первой городской больницы, мы заметили, как во дворе лежит ребенок. Видимо, с каким-то повреждением, ну, естественно, до того, как не сделаешь рентген, других исследований не проведешь, непонятно, что с ним. Вот. Просто видим, что ребенок лежит на земле. И вот Жандос первый побежал туда, к этому ребенку, сразу же поставил предварительный диагноз. Вот, давай да, успокоил родителей, самое главное. Да. И вызвали скорую помощь. Знаю, что ты работал в скорой помощи в бригаде. Хочешь быть анестезиологом по стопам своего брата. Ну, может быть, поменяется. Во всяком случае... Шашағарып кетеді, мен сияқты отырады сосын. Близкие будут отговаривать, вот, и будут в каком-то плане правы, вот, но во всяком случае окончательное решение будет за тобой, да. Вот, твоя супруга тоже, которая с медицинским образованием, будет тебя в этом во всем поддерживать. Оқымаған жүрсің. Мен келдім бұл. Большой плюс, что жених и невеста одного образования. Одного теста. Общая тема. Понимаете друг друга. Куда полоса, может быть, даже откроет какой-то бизнес семейный. Назовут там Насамбаев центр. Или еще что-нибудь. Вот. Желаю вам карьерного успеха. Не забывайте своих друзей никогда. Друзья — это ваша поддержка, которые всегда готовы прийти к вам на помощь в тяжелой ситуации. К сожалению, не все сегодня смогли прийти, но я уверен, что они точно так же вас поддерживают, очень сильно любят и уважают. Вот. И самое главное, родители тоже. Спасибо большое родителям, семье, очень хорошая семья, и со стороны Жандоса, со стороны Марьян. Какие пожелания были вчера. Очень приятно было все это слушать и наблюдать за этим. Вот. Желаю вам всего самого наилучшего. Живите долго и счастливо.
Соғысын ақ қояйық ама. Çay içip olsunuz şimdi. Arda'yı tazla. Ya саған ішіп қалды деп отыр ғой мына ұйқыдан хабар келсе ұйқыдан маза кетеді деген соң уже программа үйретеді ол. Абарайдан бақадиса. Я слова не помню. Класс. Ыбырайдың демейді, Ыбекеңнің дейді. Әбекенші. Ыбекең, Ыбырайдың. Әбекен. Қырықтың бір қадір дейміз ғой. Енді мына бата деген Отырыш кәне жақсы. айта кеттім. Отырған жақсы. Мына бата дофаминнің ішіндегі бір кереметтері қалай дофамин, ең керемет дофаминнің аты не? Бәрі керемет. Біреуін алып тұршы, адымын. Батаның бірдеме дофамин деп атауға болады. Эндорфиндер, мына эндорфиндер. Сол айтпақшы, бұл бата деген сөз ата-бабамыз бізге қалдырып кеткен мұра. Батамен емеу керек, жауымен жегу керек деп береді. Не үшін бата береді? Біреуден бата сұрасаң, бата берсе ол саған риза болып тұр. Риза болған адам бата бермейді саған. Бата берсінші біреуге. Бермей қояды. Риза емес адам үшін, ризадан берді, және өз жолын болсын бере салады. Риза емес адам бермей қояды ғой, бермейді деп. Сондықтан да біз өте үлкен құрал біз үшін. Уникальныйлығымыздың бірі осы. Эндорфин деп қойдық, атына эндорфин. Медицина. Бұл түсінікті ғой, түсініп адамыз ғой. Сонда да біреуге өзі бір бата беріп алсын деді ғой. Аллам жарқасын, мынау ақылдасатын жақсылыққа жайлы. Болашағымыз аман болсын. Әр істің осындай бір қуанышы бола берсін. Алла тағалам өзімізге, басымызға амандық берсін. Аман есен осы дерттен құтылып, есімді жинап, осындай той-тойға ұласа берсін деген келеді. Мына әрқайсымыздың қазағымыздың үйінде осындай кең дастарханды той болсын. Бала-шағамыз аман болсын, шөберелері аман болсын, немерелер өне берсін, өсе берсін. Жастарымыз көбейіп, осы ата салтын әрқашанда сақтай берсін. Ал елімізге денсаулық, бала-шағаның амандығын әрқашанда осындай көңіліміз ақ, көңіліміз пәк болсын, жауымыз жоқ болсын, дастарханымыз тек қана жақсылыққа жайылсын. Құдалар. Мені қызым Ялуын ұйықтап қалды. Ой, Қалай? ұйықтап отырған не Қарасақ қалай деп. Сенен үйге рахмет енді. Сенен үйге рахмет енді. Анау гитара не? Жібі жүріп қарамайды? Гитараны